Осыдан 16 жыл бұрын перзентхана қабырғасында үш бірдей шарана тағдырдың тәлкегіне ұшырады. Өмірге әкелген өз туғандары олардан бас тартып, шиеттей үш сәбиді тастап кетті. Олардың бірінің денсаулығында еш кінәрат жоқ еді. Алайда қалған екеуі бір-біріне жабысып туған сиам егіздері болатын. Олардың болашағы бұлыңғыр, үміт оты сөнуге шақ қалған еді. Бірақ дәл осы сәтте, бәрі бітті-ау дегенде, бала сүйе алмаған бір ерлі зайыптының қабылдаған шешімі бәрін өзгертті. Бұл керемет оқиғаның қалай өрбігенін және ешкім күтпеген тағдырмен арпалыстың қалай аяқталғанын білу үшін видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Лайк басып, пікір қалдыруды және арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. 15 жыл бойы Дәулет пен Дариға ешкімге айта алмайтын, ішін өртейтін бір мұңмен өмір сүрді. Олардың махаббаты адал, некелері берік еді. Бірақ шамырақтарындағы бостықты не уақыт, не байлық толтыра алмады. Оларда бәрі бар еді. Тек ең басты армандары өз перзенттері ғана жетіспейтін. Олар емделудің барлық жолын қарастырды. Ең қымбат дәрілерді ішіп, үміт үзбеді. Бірақ әрбір талпыныс, әрбір эко процедурасы үлкен үмітпен басталып, керең өкінішпен аяқталатын. Дәрігерлер болса, медициналық тұрғыдан еш кедергі жоқ, бәрі дұрыс деп, иықтарын қиқандататын. Дариға талай түндерді жастыққа бас қойып, егіліп жылаумен өткізетін. Үй ішіндегі тыныштық оның жанын жейді жейтін. Ол құшағына алған сәбиін әлдилеп, бесік жырын айтып отырғанын, жары Дәулеттің тұңғышын алғаш рет қолына алғандағы қуаныштан бал-бұл жанған жүзін елестететін. Өзі акушер-гинеколог болып жұмыс істегендіктен, күн сайын өзгенің қуанышына куә болып, іштей егілсе де, сырттай күлімсіреуге мәжбүр еді. Бірде кезекті сәтсіз тесттен кейін Дариға ауыл алдындағы сәкіде жұлдызды аспанға қарап мұңайып отырды. Дәулет қасына келіп, жарының дірілдеген қолын ұстады. Дариға, бәлкім біздің маңдайымызға басқа жол жазылған шығар, деді ол ақырын ғана. Бәлкім біз атана атанудың біз күтпеген мүлдем басқа жолы бар болар. Көп ұзамай тағдырлы бір таңда Дариға жаңалықтардан жүрегін тітіркендірген бір мақаланы оқып қалды. Онда перзентханада атанасы бас тартқан үшем қыз туралы жазылған екен. Олардың әке-шешесі, мұндай ауыр жауапкершілікті көтере алмаймыз деп, тіпті дені сау үшінші сәбиді де қоса тастап кетіпті. Мақалада қыздардың бірнеше айдан бері мемлекет қамқорлығында екені және сиам егіздеріне күтім жасау қиын болғандықтан, ешкімнің оларды асырап алуға жүрегі дауаламай отырған айтылған. Дариғаның көзіне жас толып булықты. Ол мақаланы қайта-қайта оқыды. Ішінде бір-біріне қарама-қайшы сезімдер арпалысты. Бейкүнә сәбилерін тастаған атанаға деген ашу, қорғансыз қыздарға деген аяныш және бұрын соңды сезінбеген бір ұшқын, үміт ұшқыны. Ол жүгіріп Дәулетке барды. Қолы дірілдеп мақаланы ұсынды. Дәулет үнсіз оқып шықты. Жақ сүйегі ойнап, жанары мұңға толды. Олар мүлдем жалғыз қалыпты, деп сыбырлады Дариға. Олар ешкімге керек емес. Дәулет ауыр күрсінді. Дариға, бұл өте үлкен жауапкершілік. Олардың екеуіне күрделі ота мен тұрақты медициналық күтім керек. Сен мұны түсінесің бе? Түсінемін, деді Дариға нық дауыспен. Бірақ бәлкім біздің маңдайымызға осы сәбилердің атанасы болу жазылған шығар. Бәлкім осы күнге дейін бала сүйе алмағанымыздың сыры осы болар. Дәулет жарының жанарынан көптен бері сөніп қалған өмірге деген құстарлық пен сенімді көрді. Олар ауруханаға бет алды. Жол бойы Дариғаның мазасы қашып, егер бізді жатсынса ше, деп уайымдады. Дәулет оның қолын қысып, бізді ұнатуы шарт емес, бастысы, олар енді ешқашан жалғыз қалмайтынын білсе болды, деді. Олар нәрестелер бөлмесіне кіргенде, төсекте жатқан үш кішкентай тіршілік иесін көріп, жүректері атша тулады. Дені сау қыз Айзеренің қоңырқай шаштары мен мөлдіреген көздері айналаға қызыға қарайды екен. Ал жанындағы егіздер Аяла мен Аяулымның жағдайы жүректі сыздатты. Олар жамбас тұсынан біріккен, үш аяғы ғана бар еді. Дариға еріксіз егіліп, Айзерені құшағына алды. Сол сәтте оның жанындағы үлкен бір бос кеңістік толғандай болды. Сәлем жаным, мен сенің анаңмын деп сыбырлап, маңдайынан іскеді. Дәулет болса Аяла мен Аяулым жатқан арнайы инкубатордың жанына барып еңкейді. Егіздердің бірі өзінің киттей саусағымен Дәулеттің саусағын қапсыра ұстап алды. Соқталдай азаматтың тамағына өксікті қылып, көзіне жас үйірілді. Олар сондай сүйкімді, деді ол дауысы дірілдеп.
Осы көріністі сырттай бақылап тұрған мейірбике ақырым жақындап. Оларға бөліну үшін өте күрделі әрі қауіпті ота жасалуы керек. Оның соңы немен аяқпаларын ешкім дөп басып айта алмайды, деп ескертті. Мейірбикенің сөзі Дариғаның жүрегіне оқтай қапалды. Ол Айзерені бауырына қаттырақ басып, сәбиін бүкіл әлемнің суығынан қорғағысы келгендей құшағын айқастыра түсті. Біз бәріне дайынбыз, деді ол нық дауыспен. Осы сәттен бастап бұлар біздің балаларымыз. Дәулет те жарының сөзін қостап, сабырлы кейіппен. Біз оларды үйге алып кетеміз, деп кесіп айтты. Мейірбике оларға ұзақ қарап тұрды да басын изеді. Олай болса біліп қойыңыздар. Сіздер бұл бүлдіршіндердің өмірдегі жалғыз мүмкіндігісіздер. Асырап алу процесі жан қажытарлық ұзаққа созылды. Әрбір толтырылған қағаз, әрбір сұхбат пен үйді тексеру жұмыстары шексіз бәйгенің кедергілер сияқты көрінді. Қорғаншылық органдарының мамандары орташа дәулеті бар ерлі зайыптының бірден 3 баланы, оның ішінде 2 мүгедек сәбиді асырап алатынына күмәнмен қарады. Бірақ Дәулет пен Дариға берілмеді. Дариға түндерін Сиам егіздеріне күтім жасаудың медициналық жолдарын зерттеумен өткізсе, Дәулет үй үшін сәбилерге лайықтап, жылулық пен махаббатқа толы бөлме дайындады. Айлар бойы күткен қоңырау соғылғанда, Дариғаның көзінен жас сорғалады. Олар бұл күнді 15 жыл күтті. Жоспарлағандай болмаса да, жүрегі бұл шешімнің дұрыс екенін сезді. Қыздарды үйге әкелген күні айнала нұрланып кеткендей болды. Дәулет сәбилерді көтеріп босағадан аттағанда, өз шаңырақтарыңа қош келдіңдер боталарым, деп сыбырлады. Үйдің іші алғаш рет тыныштықтан арылып, сәбилердің үңгілаған дауысына, тәтті ұйқысына толды. Дариғаның көңіліндегі бостық қайып болып, Дәулет өзін нағыз әке сезінді. Ең бастысы, осы уақытқа дейін ешкімге керексіз болған 3 қыздың енді өз панасы, өз атанасы бар еді. Алайда алғашқы қуаныштан кейін нағыз қиындықтар басталды. Бір нәрестеге қараудың өзі оңай емес, ал 3 баланың жайы мүлдем басқа әлем екен. Ұйқысыз түндер, толассыз тамақтандыру, жүрек соғысын бақылау және еш басылмайтын жылау. Үй іші әп-сәтте әдемі де, әбігер хаосқа айналды. Түнгі сағат 3-те Дариға Айзерені тербетіп жүрсе, Дәулет аяла мен аяулымды жұбатуға тырысатын. Егіздердің жөні бөлек еді. Олар тек денесімен ғана емес, жанымен де бірге сияқты. Бірі жыласа, екіншісі сезіп мазасызданатын. Әрбір шомылдыру, жаялық ауыстыру нағыз ерлікпен теңеді. Дәрігерлерге бару жиіледі. Елдегі ең мықты мамандар егіздерді бөлу отасының өте қауіпті екенін ескертті. Олардың жамбас тұсындағы қан тамырлары мен ас қорыту жүйесі ортақ болатын. Отаны сәтті жасаған күннің өзінде әрқайсысында бір аяқтан ғана қалады. Бір күні кезекті тексерістен соң Дариға кеудесінде ұйықтап жатқан аяулымның кіп-кішкентай саусақтарына қарап, Дәулетке мұңын шақты. Біз дұрыс істеп жатырмыз ба? Егер қате шешім қабылдап, олардан айырылып қалсақ ше, деп сыбырлады. Дәулет оның ұйығынан құшақтап, нық дауыспен жауап берді. Біз олардың болашағы үшін тәуекелге баруымыз керек. Егер қазір бөлмесек, өсе келе жағдай қиындай түседі. Бұл ота, олардың еркін өмір сүруге деген жалғыз мүмкіндігі. Дариға басын изеп келіскенімен, іштей қорқыныш буып бара жатты. Ол өзінің алақандарына қарады. Осы бір нәзік саусақтар қандай ауыр жүкті көтеріп тұр. Бірақ басқа жол жоқ еді. Отаға дейінгі күндері олар ең мықты хирургтармен, физиотерапевтермен кездесті. Бөлінгеннен кейін қыздардың қолмен жүруді үйрену үшін ұзақ оңалту курстары күтіп тұрған айтылды. Дариға тым баласы ұйықтамай, Сиам егіздер туралы жазылған әлемдік зерттеулерді оқып, отадан аман қалғандардың тарихын іздеді. Ол маңызды бірдеңені өткізіп алудан қорыққандай, бәріне егжей-тегжейлі үмілді. Сонымен қатар олар Айзеренінде алдағы өзгерістерге дайындауға тырысты. Бұл кішкентай қыз өте зерек еді. Атанасының бойындағы үрейді сезгендей үнсіз бақылап жүретін. Бірде кешкісін Дариға оны ұйықтатарда Айзеренің қойған сұрағы анасының жүрегін тілім-тілім етті. Мама, олар үйге келгенде біз тағы да бәріміз бірге боламыз ба? Бұл сұраққа ешқандай кепілдік жоқ еді. Отадан бір күн бұрын Дәулет пен Дариға қыздарды саябаққа алып барды. Олар көгалда отырып, аяла мен аяулымның бір-біріне қалай тығылып, бір-бірін құшақтап жатқанын тамашалады. Бұл уақытты тоқтатып қойғың келетіндей керемет күн еді.
Қараш оларға, деді Дариға, көз жасын тия алмай. Олар ертең не күтіп тұрғанын білмейді де. Дәулет ауыр күрсініп. Біздің қыздарымыз мықты. Біз ойлағаннан да мықты, деді жарының қолын қысып. Сол түні Дариға көз ілмеді. Қыздарының тынысын тыңдап, олардың жүздерін, кіп-кішкентай саусақтарын жадына сақтап қалуға тырысты. Ертең дәрігерлер осы бір табиғи байланысты үзуге әрекет жасайды. Таң атқанда Дариға өзін түс көріп жүргендей сезінді. Әрбір қимылы механикалық түрде жасалып, бойын үрей биледі. Аурухана іші суық әрі мазасыз. Дәулет пен Дариға қыздарды хирургтардың қолына әрең қиып тапсырды. Аяла мен аяулымды дәрігерлер әкетіп бара жатқанда, олар бір-біріне қолдарын созып жылай бастады. Тіпті бөлек жатқызғанның өзінде, олардың бір-бірін іздегені сонша, Дариға Дәулеттің құшағына құлай кетіп, өксіп жылады. Дүние тұнып қалғандай болды. Дәулет пен Дариға қыздары кіріптеткен ауыр есікке қарап қатып қалды. Дәлізбен ары-бері шапқылаған дәрігерлер, аппараттардың дыбысы, ештеңеде Дариғаның құлағына кірмеді. Ол тек өз жүрегінің дүрсілін ғана ести алды. Күту залындағы минуттар сағатқа, сағаттар мәңгілікке айналды. Мейірбикелер келіп, бәрі бақылауда, хирургтар өте мұқият жұмыс істеп жатыр деп хабар беріп тұрды. Бірақ бұл сөздер еш жұбаныш болмады. Ол тек, «Я Алла, оларды аман алып қалшы» деп іштей жалбарынумен болды. Дәулет те тас боп қатып отырды. Бірақ оның да мұздай кейпінің артында үлкен күйзеліс жатқаны байқалатын. Тура 12 сағаттан кейін бас хирург шықты. Жүзінен ештеңе аңғару мүмкін емес еді. «Біз оларды сәтті бөлдік» деді ол, шаршаған дауыспен. Бірақ бұл тек бастамасы ғана. Ендігі кезек қалпына келтіру процесі. Қазіргі ең үлкен қауіп инфекция мен қан жоғалту. Дариға есінен танып бара жатқанда, Дәулет оны қағып алды. Енді олардың қыздары бөлек-бөлек. Бірақ олар ес жия ма? Келесі кезеңнен аман өте ме? Сұрақ көп, жауап жоқ. Келесі 12 сағат алдыңғыдан да ауыр болды. Терезенің сыртында күн бір батып, бір шықты. Кішкентай Айзере әкесінің құшағында шаршап ұйықтап кетті. Ақыры, жалпы жиынтығы 24 сағатқа созылған арпалыстан кейін есік қайта ашылды. Екі хирург жақындап келді. Жүздерінде мұң жоқ, бірақ сабырлылық бар. Дариғаның тынысы тарылып кетті. «Ота сәтті аяқталды» деді дәрігерлердің бірі жылы жымиып. Дәрігердің «қыздар аман қалды» деген сөзі Дариғаның құлағына жеткенде буыны босап, еңкілдеп жылап жіберді. Ол аузын қолмен басып, тізерлеп отыра кетті. Бұл шексіз жеңілдік пен қуаныштың жасы еді. Дәулет те ауыр күрсініп, өғынан бүкіл әлемнің жүгі түскендей еңсесін тіккеді. Алайда дәрігер сөзін жалғады. Екі қыздың да жағдайы әлде ауыр. Алдағы 72 сағат өте маңызды. Біз үміт пен үрейдің ортасындамыз. Дариғаның жүрегі тағы да шаншып кетті. Ота сәтті өткенмен қауіп әлі сейілмеген еді. Ол дәрігерлерден қыздарын көруге рұқсат сұрады. Басында тартынса да, соңында мамандар рұқсат берді. Дариға зарарсыздандырылған дәлізбен аяғын нық басып, жансақтау бөліміне кірді. Ол көрген көріністен есеңгіреп қалды. Аяла мен аяулым өмірлерінде алғаш рет бөлек төсектерде жатыр еді. Айнала толы аппараттар, түтікшелер. Сәбилердің нәзік денелеріндегі жаңа отаның іздері таңғышпен қапталған. Бұл бір жағынан керемет, бір жағынан жүректі ауырлататын көрініс еді. Олар осы күнге дейін бір тұтас болып келсе, енді екі бөлек жанға айналды. Дариға алдымен Аяланың төсегіне жақындады. Кіп-кішкентай қыз шімкілдеп дыбыс шығарып, тәтті ұйқыда жатыр. Оның жүзінде бір тыныштық бар еді. Дариға оның маңдайынан сипап, «Сен жеңдің жаным, сен өте мықтысың» деп сыбырлады. Сосын аяулымға бұрылды. Аяулымның хәлі ауырлау көрінді, бірақ оның да бойында бір қайсарлық бар сезілетін. Дариға оны да иіскеп, қасында ұзақ отырды. Сосын Дәулет кіріп қыздарына батасын берді. Келесі 3 тәулік нағыз арпалысқа толы болды.